Телефоныңыздың тілі қай тілде? Әлде қалайсың деп хабарлама жазып жүрсіз бе? Қапаланбаңыз, шешім оңай. Дәл қазір қазақтың тілі үшін 1 минут уақытыңызды бөліңіз. Қазақ тіліндегі пернетақтаға арналған қосымшаны жылдам жүктеп, орнатып алсаңыз болды. Пернетақтаның тілін ауыстыруға бар болғаны 1 минут уақыт кетеді. Шаруа бітті деген сөз. Кез келген электрондық құралды қолдана қалар болсаңыз, қазақ тілін таңдауды әдетке айналдырсаңыз, тіпті жақсы. Ал сіз сол сәттен бастап қазақ тілінің дамуына зор үлес қосасыз. Себебі әрбір хабарлама жазған сайын қазақтың төл дыбыстарын қолданып, ұлтқа, тілге қызмет еткен ұлт ұстаздарын ұлықтап өтесіз. Сондықтан да әр жазба арқылы тіліңе қызмет ет. Терминал мен банкоматтан төлем жасағанда қазақшаны таңдаңыз. Дәмханаға барғанда ас мәзірінің қазақша нұсқасын сұраңыз. Қоғамдық көліктерде көше, аялдама атауларын қазақша дұрыс айтыңыз. Электрондық билеталарда қазақша деп таңдаңыз. Кез келген ортада қазаққа қазақша жауап беріңіз. Оператордың жауабын қазақша алыңыз. Осындай кішкентай қадамдар арқылы қазақтың тілінің дамуына үлес қосыңыз.